Достар, осы видео бастамай тұрып, мен өзімнің каналымды көрсейін дегенім. Мен каналымда әр түрлі видеолар шығып тұрады. Жай оқиғамен және де қорқынышты оқиғалар. Және достар, менің каналыма 200 подписчикқа кішкене қалды. Сондықтан да қазір тіркеліңдер, сілтемесі описанияда болады. Сәлем, менің есімім Аня. Менің бетіме безеулер қаптап кетті. Мен сол безеулерді кетіру үшін көп ақша жұмсадым. Бұның бәрі менің бала кезімде басталды. Кене бітімің жетіліп жатқан соң безеулер шығады деп айтатын. Безеулер көбейгені соншалық өз бетіме қарауға қорқатын едім. Бірақ 14 жасыма келгенде кейбір сыныпта қыздардың бетіне де безеу шығатынын көрдім. Бетімдегі безеуді кетіру үшін көптеген маскалар, кремдер пайдаландым. Бірақ ол аса маған көмектеспеді. Бірақ бәрі өскен соң безеулерің кетеді деп айтты. 15 жасқа келгенде сыныптастағы қыздар өте әдемі болып өсе бастады. Менің бетімдегі безеулер ақыры кеткен жоқ. Соның кесірінен мені көбісі мазақтайтын болды. Көбісі менің бетіме күлетін. Безеулерім кетудің орнына одан сайын көбейіп кетті. Анашым безеулерді кетіру үшін маған арнайы дәрілер сатып алып берді. Өкінішке орай нәтижесі болмады. Сондықтан мен косметиканы қолдана бастадым. Бояусыз далаға мүлдем шықпайтынмын. Қанша боянсам да безеулерім көрініп тұратын. Барлығының жігіті қыздары болды, ал мен жалғыз қалатынмын. Көбісі менің артынан әңгіме айтатын. Мен сол кезде жылап жіберетін едім. Өз бетіме жыным келетін. Сондықтан безеулерімді жасыру үшін шарп тағуға тура келді. Менің де жігітім болғанын қалайтын едім. Интернет желісінен бір жігітпен таныстым. Ол менің бетімде безеу бар екенін білмеді. Себебі мен фотошоппен бетімді өзгеріп тастайтын едім. Екеуміз көп әңгімелестік. Мен ғашық болып қалғанымды түсіндім. Ол мені кездесуге шақырды. Мен әрине келістім. Кездесуге қатты дайындалдым. Бетіме макияж жағып, әдемі көйлек киіп. Оның бетімде безеу бар екенін білгенін қаламадым. Міне екеуміз кездестік. Мен оның шын өмірде әдемі, ақкөңіл екенін көрдім. Біз көп әңгімелестік, қалжыңдастық, достасып кеттік. Ол мені үйіне апарып тастайын деді. Мен қуана-қуана келісіп кеттім. Осы кезде жаңбыр жауып кетті. Осы кезде қол ұстасып келе жаттық. Содан кейін қатты тырысып жаққан макияжым көзімнен ағып кетті. Менің бет бейнем құбыжықтардан аумай қалды. Менің жігітім менің бетімді көрген кезде аң-таң боп қалды. Қорқып кетті. Содан кейін ол қаша жөнелді. Мен безеуімді кетіру үшін әжемнің айтқан рецептісімен кетірмекші болдым. Менің бетімнен безеулер кете бастады және бетім әдемі бола бастады. Ақырында мен қорқынышты құбыжықтан сұлу ханшайымға айналдым. Мінекей, менің айтқан оқиғам аяқталды. Лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.